Баршаңызға сәлем, құрметтілерім. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте дәмді салаттың түрін дайындауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Тез дайындалатын салатқа келесі ингредиенттер қажет болады. Ол салат жапырақтары, көк пияз, қияр, піскен жұмыртқа, консервіленген жасыл бұршақ және үй жағдайында дайындалған майонез. Қиярды ұштарын кесіп үкіштен өткіземін. Пияздың жасыл және жұмсақ бөлігін турап қосамын. Салат жапырақтарын жолақтарға тураймын. Консервіленген жасыл бұршақ, туралған жұмыртқа және майонезді қосып араластырамын. Майонез рецептін каналымда көре аласыз. Өте тез дайындалады және көп уақыт қажет етпейді. Қол жетімді ингредиенттерден. Өте жеңіл және дәмді болып шығады. Мінекей тез дайындалатын және дәмді салат дайын. Кешкі астың орнына жеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.